Абай Құнанбайұлы 23-ші қара сөзі. Біздің қазақты оңдырмай жүрген бір қуаныш, бір жұбаныш бар. Оның қуанышы, елде бір жаманды тауып, я бір адамның бұл өзі қылмаған жаманшылығы шықса, қуанады. Айтады, Құдай пәленшеден сақтасын, о да адаммын деп жүр ғой, оның қасына біз сәулелі кісінің бір емеспіз бе? Оған қарағанда мен таза кісі емеспін бе? Деп. Оған Құдай тағала айтып па? Пәленшеден тәуір болсаң болады деп. Я білгендер айтып па? Әйтеуір өзіңнен данышылығы аспақ, я жаманшылығы артылған кісі табылса, сен жаманға қосылмайсың деп. Жаманға салысып, жақсы бола ма? Жақсыға салысып, жақсы болады дағы. 100 ат бәйгеге қосылса, мен бәйге алдым деген сөз болса жарар, алдында неше ат бар деп сұрар. Артында қалған ат нешеу деп сұрағаның несі сөз? Мен 5 аттан 10 аттан ілгері едім дегенің несі қуаныш? Енді жұбанышы, жалғыз біз бе? Елдің бәрі де сөйтіп ақ жүр ғой, көппен көрген ұлы той, көппен бірге болсақ болады дағы деген сөзді жұбаныш қылады. Оған Құдай тағала айтып па? Көппен қалмасаң болады деп. Көпке қаһарым жүрмейді деп пе? Көпке тұзағым жетпейді деп пе? Ғалым көпке келіп пе? Біреуден тарап па? Хикмет даналық көппен тарай ма? Бірден тарай ма? Көпке қорлық жүрмей ме? Бір үйдің іші түгел ауырса жеңіл тие ме? Жоқ, жармы ауырып, жармы сау болса жеңіл тие ме? Жер білмеген көп адам адасып жүрсе, бір жер білетұғын кісінің керегі жоқ па екен? Көп кісі жолаушының бәрінің аты арығынан жақсы ма? Жоқ, жармы арыса, жармысының күйлісі жақсы ма? Жұт келсе, елдің бәрінің түгел жұтағаны жақсы ма? Жарым жартысы аман қалғаны жақсы ма? Осы көп ақмақтықтың бір ақмақтыққа несі жұбаныш? Тұқымымыз бен аузымыз сасық болушы ет деген жаман кеу қалыңдығын жеңіп пе? Көңілін сол сөзі разы қылуға жетіп пе? Ендеше көбіңнен қалма, сен де аузыңды саста бер деп пе?